Қайырлы күн достар, менің каналымда осындай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Әдеттегідей қажетті құрамдарды описаниеде көрсетіп өтемін. Алманы осылай уақтап турап алатын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаларды барлығын салып, оның үстінен шекерімізді салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Бұндай пирог құрамына алма қосылған рисовая мукамен жасалатын, өте оңай, өте жеңіл, тез дайын болатын пирогтардың бірі болып саналады. Міне жұмыртқамен шекерімізді осындай аппақ болғанға дейін миксерлеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай шамамен 3-4 минутта миксерлеп алдым. Міне менде осындай рисовая муканы пайдаландым. Енді рисовая муканы осылай үткіштен, яғни електен өткізіп аламыз да, оның үстінен корицамен қамыр қопсытқышымызды салып, осындай електен өткізіп, яғни елеп алатын боламыз. Барлығын жақсылай елеп, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі қамыр болғанша, яғни сұйық сметана, сұйық қаймақтың құрамы тәріздес болуы керек. Міне осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жаймендеп, астынан көтеріп, жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай құрам, яғни қамыр дайын болуы керек. Енді біз дайын болған ыдысымызға осылай бірінші қамырдың жартысын салып аламыз да, одан кейін оның үстінен туралған алмаларды жақсылап орналастырып шығатын боламыз. Мен қамырдың дәл осылай теңдей екіге бөліп алып, осылай орналастырдым. Енді алмаларды мен кішкене ірілеу қылып тураған екенмін. Піскен кезде кішкене қаттылау болып тұрды. Яғни оны өте ұсақтап турап алған жөн болады екен. Енді қалған бөлігін салып, қамырымыздың жақсылап жайып шығамыз да, біркелкі болғанға дейін оның үстінен қалған алмамызды орналастыратын боламыз. Міне, барлығын осылай орналастырып аламыз да, енді дайын болған қамырымызды 180 градуста 30-35 минутта жалынды пеште пісіріп алатын боламыз. Міне осындай өте оңай, өте жеңіл, безглютенді пирог бізде дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, сіздерге ұнайды деген ойдамын.